Бәріңе сәлем, сендермен бірге Ару Тока. Бүгін менде жаңа челлендж. Менің ең бірінші челленджім 24 сағат жасыл түсте. Бүгін мен күні бойы жасыл түсте боламын. Ал ендеше челленджімізді бастайық. Ең алдымен таңғы ас ішеміз. Мына автоматта жасыл түсті еш нәрсе жоқ. Мына жерде тек осындай сок бар. Тіпті холодильникте де жасыл түсті еш нәрсе жоқ. Продуктыға баруға тура келеді. Өзімен бірге телефонымды алып алайын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Маған бір пакет бере саласыз ба? Міне. Рахмет. Мына жерде жасыл түсті заттар көп екен. Қияр алайын. 2 штук. Жасыл жуа алайын. Біреу жетеді. Сосын капуста. Тіпті дыня бар екен. Дынядан 2 алсам жететін шығар. Тағы да алмұрт жасыл түсті. 1, 2, 3 и 4. Вот. Мәссаған! Тіпті мына помидорлардың арасында гауһар таш жатыр. Жарайды, қоя салайын. Мына жерде жасыл еш нәрсе жоқ, мына жерде де. Мына жерден алма алайын. Маған бір пакет бере саласыз ба? Міне. Осы 2 пакетті есептеп бересіз ба? Жарайды. Мына пакетті іле салайын. Барлығы қанша болды? 4530 теңге. Жарайды. Сіз қалай төлейсіз? Каспимен әлде қолма-қол? Каспимен төлеймін. Жақсы. Номеріңізді айтасыз ба? Телефоныңызды әкеліңіз. Міне осы номер. Қазір жіберемін. Міне жібердім. Сау болыңыз. Міне продукт алып келдік. Енді таңғы ас жасаймыз. Мына заттарды қоя тұрайық. Енді мына үстелдің үстін жинастыру керек. Мына авокадоның сосын орнына осы капустаны жасылған жасыл сусынды аламыз. Столға қояйық. Енді мына печеньелардың орнына алмалар қоямыз. Вот столымыз дайын болып қалды. Енді ыдыстар алайын. Өзіме кружка және бір тарелка. Шкафтарды жауып қойын. Міне таңғы ас дайын. Енді ыдыс жуу керек. Ыдыс жуып болдым. Енді мына шкафты жауып, мына заттарды орнына қояйын. Енді не істесем болады? Мүмкін блокнот жазармын. Жазып болдым. Енді столымды реттестіріп, кітап оқимын деп шештім. Мына шыбылығып жатыр ғой. Мына жерде мен жасыл түстесі мына кітапты оқимын. Так, және мына кітапты оқимын. Қалғандарын сала салайын. Кітап оқып болдым. Енді істесем болады. Мүмкін шопингке барам, өзіме заттар алам. Өзімен бірге телефонымды алайын. Ал енді кеттік. Міне мен дүкенге келдім. Бірінші сол жақтан бастайық. Мен кошелек тауып алған сияқтымын. Еш ішінде ақшалары бар. Күшті. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Мен енді осы жерден жасыл түсті электроникалар алатын болам. Яғни
Мысалы, мына планшет жасыл түсті, ручкасымен. Так, мен мына кошелегімді қоя тұрайын. Міне осындай ручкасы бар. Енді кассаға барып төлейін. О, тіпті ана жерде телефон бар екен, жасыл түсті. Мына телефоным уже ескі болып кетті ғой. Бұны қазір қоя тұрайын. Мүмкін бұл телефонды қоқысқа лақтыра саларым, керек емес уже. Міне осы екеуі қанша теңге болады? Жеңілдікпен 150 мың. Жақсы. Мен карточкамен төлеймін. Болды. Өзіме бір пакет алып алмасам, қолыма сыймай кетті ғой. Планшетімді салайын и телефонымды және ручкасын. Сол жаққа бардық, енді оң жаққа барамыз. Мен өзіме жануар қалап жүредім ғой. Мына жасыл түсті жануарды алайын өзіме. Сондай сүйкімді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Не аласың? Мен гүлге горшокпен және гүлдің тұқымын алайын деп едім. Аха, өзің қара, енді қайсын аласың? Жақсы. Міне мен осы гүлдің горшогын алам, және мына гүлдің тұқымын алам. Осы екеуін есептеп бересіз ба? Жақсы. 3255 теңге болады. Мен карточкамен төлеймін. Пакетіме салып алайын. Міне мен бірінші этаждан заттар алып болдым, енді екінші этажға барамыз. Міне екінші этажға келдік, енді мен сол жақтан киімдер алатын болам. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Мен корзинаға салып алайын заттарымды. Так, енді мына жерде маған жасыл түсті киім іздеу керек. Мына көйлек. И мынау өте әдемі екен. И мынау кішкене көк болса да енді бола берсін. Осыны алам. Осы үшеуі. Енді киіп көруге барайық. Үшеуін де киіп көрдім. Енді өзімнің киімімді киейін. Үш киім де маған ұнады. Енді төлеуге барайық. Осы үш киімді төлеп бересіз ба? Бағасы қанша болады? Мінеки киімдеріңіз. Барлығы 15460 теңге. Аха, жақсы. Мен карточкамен төлеймін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Енді оң жаққа барайық. Мына жерде жасыл түсті ешнәрсе болмағандықтан мороженое алмаймын. О, мына жерге массаж жасатсам ба екен? Сәлеметсіз бе, массаж жасасыз ба? Я жасатам. Креслоға отырыңыз. Сосын мен қазір жасыл түсті челлендж түсіріп жүредім. Маған тек қана жасыл заттардан массаж жасай аласыз ба? Типа уход. Аха, жарайды. Болды, сіздің уақытыңыз бітті. Мә, ужыма. Жарайды. Бағасы қанша болды? Қалай төлейсіз? Каспимен? Я, мен Каспимен төлеймін. 4470 теңге. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Енді үшінші этажға барайық. Міне үшінші этажға келдік. Енді сол жақтан бастаймыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бос орынға отыра беріңіз. Аха. Так, заказ беріп келмесем. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Маған жасыл түсті тамақ пен сок бересіз ба? Аха. Аха, күтем заказымды. Міне сіздің заказыңыз дайын. Міне мынандай тамақ. И мынандай тамақ. Қазір согыңызда келем. Міне сізге заказыңыз бойынша жасыл түсті сок алып келдім. Ас болсын. Рахмет.
Барлығы қанша болған айтып жібересіз ба? Барлығы 5740 теңге, бізде карта жоқ. Карта жоқ болса жарайды, наличкамен бере салам. Тамағыңыз дәмді болыпты, рахмет. Сау болыңыз. Енді оң жаққа барайық. Оң жақта ешнәрсе жоқ екен, мына жерде отыра тұрайын кішкене. Болды, енді үйге қайтып кешкі ас жасау керек. Міне үйге де келдік, жаман шаршап кеттім ғой. Біраз диванға отыра тұрмасам. Енді сатып алған заттарымды көрсетейін. Бірінші бізде киімдер мынандай киім, және жасыл осындай киім, и бір көйлек. Пакеті бізге керек емес, қоқысқа лақтыра салайын. Енді келесі заттар мынандай телефон, жасыл түсті, ескісін тастап тастағам, и мынандай кошелек тауып алғанмын. И мынандай гүлдің тұқымы, ішінде екеу жатыр ғой. Сосын мынандай гүлдің горшогы, қоя тұрайын. И потом мынандай өзіме жасыл түсті жануар тауып алдым, ұйықтай тұрсын. И потом мынандай планшет, мынандай ручкасы бар. Бұның да пакетін мусорға лақтыра салайық, бәрібір бізге керек емес. Болды, барлық алған заттарым осы. Енді не істесем болады? Кешкі ас жасауға ерініп тұрмын, кафеге бара салам-ау деймін. Бір киіммен жүре бермей, бағана сатып алған киімдерімді кимесем, например, мынау. Сосын мына киімді жинай салайын. И мына киіммен ободогым вообще жараспайды ғой, қоя салайын. Сосын жаңадан сатып алған телефонымды и шкафтан ақшамды алайын. Болды. Сәлеметсіз бе? Бос орынға барып отыра берсеңіз болады. Міне сізге меню. Мені официант деп шақырсаңыз болады. Мына жерде жасыл түсті не бар екен? Мүмкін мынаны заказать етерім. Официант? Я, айта беріңіз. Маған міне мынау үшінші тұрған тамақ бар ғой. Осы тамақты әкеп бересіз ба? Аха, жарайды. Міне мына үшінші тұрған тамақты айтып жатыр. Міне заказы дайын апарып бер. Міне заказыңыз келді. Аха. Официант? Аха, айта беріңіз. Маған сосын жасыл түсті бір сусын бересіз ба? Қазір қарап көрем. Міне мынау жасыл түсі шығар. Я, осы. Міне жасыл сусыныңыз. Рахмет, оқасы жоқ. Официант? Я, не болды? Маған қанша болғанды айтасыз ба? Барлығы 4500 теңге болады. Қазір төлеймін. Міне. Рахмет, дәмді болыпты, сау болыңыз. Жаман шаршап кеттім ғой. Үйге келем дегенше кеш батып кетіпті уже. Бірақ бүгін күшті күн болды. Бірақ бақама бір нәрсе алуды ұмытып кетіппін. Ертең ала салармын, я? Қазір енді киімді ауыстырып, заттарымды қойып ұйықтаймын. Осымен челлендж аяқталды. Ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мен барынша жасыл түсте болуға тырыстым. Енді қайырлы түн сіздерге. Свет өшіріп жатайын.